Құрметті отандастар, ата-аналар, қымбатты бүлдіршіндер, сіздерді халықаралық балаларды қорғау күніменен шын жүрегімнен құттықтаймын. Балалар әрбір халықтың ең қымбат қазынасы. Олар еліміздің болашағы. 1 маусым жаздың алғашқы күнінде атап өтілетін жарқын және қуанышқа толы, ерекше жылулық пен үміт беретін мереке. Балалық шақты қорғау, әр балаға бақытты, салауатты және қауіпсіз өмір сыйлау біздің басты жауапкершілігіміз. Бүгінде елімізде жыл сайын 360 мыңнан астам сәби дүние есігін ашады. Олардың денсаулығын өмірінің алғашқы сәттерінен бастап 4 мыңнан астам педиатр, 1 мыңнан астам неонатолог және жергілікті тәжірибелік дәрігерлер мұқият қадағалап бақылауда ұстайды. В Казахстане каждый ребенок с рождения находится под медицинским наблюдением. Более 7 миллионов детей сегодня получают доступ к бесплатной медицинской помощи. Свыше 2 миллионов детей ежегодно проходят скрининги, а 4,5 миллиона детей охватываются профилактическими осмотрами. Особое внимание уделяется школьному возрасту. Сегодня каждая школа закреплена за поликлиникой, где работают 6,5 тысяч медицинских пунктов. И это позволяет вовремя выявлять проблемы со здоровьем, оказывать помощь и проводить профилактику заболеваний. С этого года по поручению главы государства в Казахстане внедряется новый национальный стандарт школьного питания, разработанный с учетом научных рекомендаций, потребностей растущего организма и принципов здорового образа жизни. Мы продолжаем развивать инфраструктуру детского здравоохранения, открываются новые детские больницы, мы усиливаем раннюю диагностику, внедряем передовые технологии в неонатальной помощи, онкологической педиатрии и реабилитации. С 2025 года в поликлиниках открываются центры раннего вмешательства, чтобы обеспечить поддержку всем нуждающимся детям. До конца года мы планируем открыть педиатрические отделения во всех поликлиниках страны. Отдельное внимание Казахстан уделяет стоматологическому здоровью детей, и в рамках программы «Болашаққа Сауытспен» во всех школах страны внедрены обязательные стоматологические осмотры и меры профилактики по развитию кариеса. Как врач-педиатр я хорошо знаю, что здоровье ребенка – это основа его полноценного развития, успеха в жизни, а значит и силы всей нации. Қымбатты балалар, сіздер еліміздің болашағы, мақтанышы және үміті сіздер. Әрбір күндеріңіз қуанышқа, мейірімділікке және сүйіспеншілікке толы болсын. Біз сіздердің денсаулықтарыңызды, құқықтарыңыз бен армандарыңызды қорғауға міндеттіміз. Баршаңызды осы жарқын мерекеменен шын жүрегімнен құттықтаймын. Әрбір отбасыларыңызға мықты денсаулық, бақыт пен амандық тілеймін.